Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте тез дайын болатын оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқа, қант және сұйық май, айран, ұн және разрыхитель керек болады. Бос ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып және қантымызды салып араластырып аламыз. Араластырып болған соң сұйық майымызды құйып араластырамыз. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоятын боламын. Айранымызды құямыз. Айранымызды құйып, тағы да араластырып жалғастырамыз. Араластырып алдық. Енді ұнымызға разрыхительді қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, қою масса болғанша араластырамыз. Қатты қою болып кетпеу керек, ұндарыңызға қарай. Саластыр. Қаймақ сияқты осылай болып тұру керек. Ыдысымызға формамызды аламыз. Майлап алдық, енді формамызға массамызды құямыз. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шықты. Арасы түгел пісіп шықты. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.